Buna жұмысқа ма? Нағаш бізге кім атап бардық? Сүйеу атаға ма? Иә, сүйеуге барады. Менің Сүйеу Ағылман деген. менің нағашы кәкемнің әкесі. Яғни менің шешемнің кәкесі. Сен шешеңнің әкесінің әкесі. Иә, енді менің шешемнің кәкесі дедім ғой. Иә. Әкем де нағашы әкем де. Нағашы, үлкен нағашы кәкем. Иә. Азилия апа да осында ғой, да? А? Азилия апа да? Азилия Ақшұқырда ғой. Ақшұқырда екен ғой. Мында деген сүйеу мен Ағылман. Сүйеу мен Ағылман. Матай дейді. Ja, бұл жердің бәрі Матай. Матайстан ғой мына. Білем ғой құрсын. Сен бірінші класс Түркменстанында бітіріп, оқымай қайта Қазақстан қайда оқыдың ғой? Иә. Сен ашқасын астында қойдың. Иә, білем ғой құрсын сен. Сен историянды білем ғой құрсын, маған айтпа. Ертең сен кетіп қалған айтам ғой. Түркменстаннан келіп етті. Bir жыл мектеп бітіріп. Жылаудың сені қосады. Айеке жаңа не деді? Түркмендердің аруанасы. Иә. Түркмендердің аруанасына бір келіп еді деп па? Роза, теке деген ұрудан етіп қоям ғой. Ойбай, мен не білмеймін қойсын. Ағылман. Өзің ал. Атаңның атасы ма? Атаңның атасы. Қайсына қойын ма? Жада мұнда келейсі. Қаттыра, естімей алдым. Сүйеу ата. Біздер енді айым атадан тарағанда жалғыз ұрпақ болған, бір баладан келген. Содан жағы тілеулі өмірге келгенде езегіне салып, айым ауылдың аталары тілеулі тілегін берсін, тілеулі ұрпағың өсін деп тілеуліден 4 бала тараған. Үлкені Сүйеу, одан кейін Ағылман, Ақжігіт, Мұхамедияр деген. Сол 4 салдан тараған ұрпақтарымыз өсіп жүрген. Оның екеуі соғыста қайтыс болған, Ақжігіт мен Мұхамедияр. Мұхамедиярдың ұрпақтары портта тұрады. Берік, Бекбосын деген балдар. Сол Құрақбай деген жалғыз Мұхамедиярдан тараған. Соның балдары Берік деген. Сосын Ақжігіт деген атамыз соғыста қайтыс болған. Жаңа Жетібай деген ағамыз сөйлеп өтті. Сол Ақжігіттен тараған ұрпақ. Одан қалды Ағылман мен Сүйеу. Ағылман деген Берекеден көрдік. Сүйеу әкеміз ерте кетті. Сүйеу әкеміз мына жерде жатыр. Сүйеу әкеміз молда болған. Мана айтқан әулиені әулие аттамаймын, осы жерге тастаң деп. Мынан осы бір 10 шақты жылдықта жаңарттық. Тәнзел апамыз Алматыда жүріп түс көрген екен. Сол Бақтығалы екеумізге айтып, осы жерде жаңартып сыртын қоршап берің деп. Сонымен осы тастарымен мына темірлерін бәрін алып жаңартып қойдық. Жаңартқан деп сыртын жасадық. Анау Ағылман деген Жетібайда жа келді, Орысбай, Ізбай дегендер. Өткенде Жағалбай деген ағамызға айтты. Намазбай деген бапамыз соғыс ардагері болды. Соның әкесі Ағылман. Сондықтан осы жерде екеуі жатыр 4 шалдан. Мұхамедияр мен Ақжігіт соғыста қайтыс болған, мен қай жерде жатырған ешкім білмейді. Бұл жерде енді Ағылманның жиені мен әкім Алтынай келіп отыр. Осы Ағылманның туған жиені осы. Сондықтан осы жерде екі аталарың жатқан. Ал, жиен. Оқып. Аталарың аяқ жағына тағзым етіп тілеулерін тілейліңде. Кәкенің аяқ жағына. Сәлемей. صراط الله مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا Allah'ım жаратушы осы оқылған құран сүрелері тілеу ұлы сүйеу әкеміздің рухына арналады жатқан жерін жайлы топырағын торқытпай я Allah'ım қабір азабынан сақтай көр және де тілеу ұлы ұғылман әкеміздің де рухына арналады жатқан жерін жайлы топырағын торқытпай көр я Allah'ım қабір азабынан сақтай көр біліп білмей істеген күнәларын кешіре көр және де осы ұрпақтарыңды желеп жебеп жата бер және де осы ұрпақтардың және Күлән апамыздың берген садақаларын қабыл ете көр я Аллах. Елімізге амандық, халқымызға тыныштық, жастарға бақ, үлкенге денсаулық бере көр я Аллахым. Я Аллахым, бір өзіңе ғана құлшылық етме я Аллаху акбар. Мына жерде алма. Алма. Мына бәйтті білесің ғой. Соның ағасы мынау Айт деген. Осы жақта қоныстанған, сонан осы жерде қалған. Bildim ғой енді. Кемпір жатыр мына жерде. Мамасы енді кемпірді шалдың кетірді ғой. Қай шалда бәйт бар ғой. Сол ағасы мынау Айт деген. Бәйт деген қайраған бар. Мамасы соның. Мамасы. Әлем деген кісінің кемпірі. Әлем тұр ғой бәрі. Жүрген жай жиыш. Кәкердің жағына барып тағзым етеміз. Тілеулерің тілеңде қабыл болсын. Мына мен жасап едім. Айтпай. Дұрыс айтып қой. Шыраққа ма? Осыны дайындап алып келдім. Маңдайға тегіз. Ақшаны маңдайға болды. Нағашы аяқ астынан үшін барады. Қабырдың аяқ астынан үшін барады әйелдер. Тек әйелдер бар ма? Әйелдер бар, бәрі бар. Себебі кәкенің төменгі жағына тағзым етіп тілеу керек. Мына Алла Тағала деген қалай айтқан, өлі жебеме тірі байымайды дейді. Өлі сірә өліп қалған. Біздерде қазақтарда сүйек деп айтады ғой, өліп қалды деп. Бірақ енді ол сүйек өліп қалғанмен де аталарымыз, әулиелеріміз сол бәрімізді жебеп тілеп жатады. Сондықтан біз тілек дұғаларымызды кәкеміздің аяқ жағына барып тілек дұғаларымызды тілейміз. Сондықтан біздің мына сүйек әкеміз деген осы молда болған атақты сол адам емдеген, сондықтан әулиелі кісі. Осы жерде шырақшылар айтады, осы сүйек әкенің түнде қарасақ жанып тұрады дейді, от шығып тұрады дейді. Бұл жерден қаншама адам жерленген, біз анау-мынау деп бөле алмаймыз, бірақ енді сол сүйек әкеміз ерекше айтады. Себебі ол сол молда болғандықтың арқасы ғой, сол осы жерде от жанып тұрады, түнде лаулау көреміз дейді. Сондықтан бәрі келіп сүйек әкемізге жолдайды. Осы емшілер бар, қаламқас деген бар, басқа емшілер бар, бәрі осы сүйек әкеге жолдайды екен. Сояққа барып тағзым етің, тілек дұғаларыңды тілең деп. Сондықтан енді атаның алдынан жүрмейді ғой, алдына түспейді. Сондықтан атаның аяқ жағында отырып тілек дұғаларымызды тілейміз. Сондықтан тілек дұғаларың бәрі қабыл болсын. Кәкенің алдында аяқ жағында отырып тілек дұға сұрау керек. Балалы болмай жүргендер балалы болады, үй алмай жүргендер үйде болады деп айтылғанмен тілек дұғаларын жол ашуға осы кәкелеріміз тілек етеді. Biz kelgan ayım. Biz tәтемізді көргенбіз. Тұр екен. Айымдардың ең үлкені. Бұл жағы көршілер, ақшоқылар садақа жасап соған келіп отыр, көрші ғой. 85-тен кетіп батыр. 40 жылға.
сүйек үйінде баққан ғой. Жалғыз бала болған ғой. Өліп қалмасын деп ауру көп болған сол кезде сүйек өзіне баққан. Аты кім дедіңіз? Түрекең, Тұрманбет дейді. Тұрманбет Ақшоқыр. Сол сүйек баққан өзіне. Тарихта қалады ғой мында балалар. Кім келді, не істеді, қай жерде екенін тауып Осы үшін. сүйек әке осыны көп қалса алған. Рашки бұл кісілер міне. Айымдар аз сол кезде сол сүйек әкем осыны ұрпақтан жалғыз қалған бала осы жағы өліп қалмасын деп Тұрманбеттің жалғыз бала. Одан жаңағы ұрпақ болып өсті. Бұл қай жерде тұрып қалады сонда? Ақшоқырда тұрады. Ақшоқырда айтқан екен соя. Тұрманбет жоқ, мына кісілер. Аға, мына айым кісілер кім? Ру, Жамбыл, айым, әлен олар. Әлен деп айтады Байт деген істі, ағасы Айт деген. Байт білесің ғой ауылдағы Байт. Тұрар, Ерген деген. Байттың сол ағасы ма туған Айт деген. Иә. Айт, Байт деген. Мынау Байттың шешесі қасында жатырған. Алмамам айтып отыр, қатты жүрмін. Алмамам айтты, мен емес. Негізгі мына жердегілерді мына қойған нәрсені алу керек еді негізгі бақты ғой мына бәрін. Мына әулиеге ауыр болады дейді. Бөліп беру керек мына нәрсені. Иә. Басына тастап кетуге болмайды. Ысырап бат. Сондықтан мына таратып берің енді. Бөліп беріңдер. Иә. Әйел адамдарға бәрін. Иә, сол Дұрыс. бәрі. Жеткізеді. Нұржамал келмей қалды, басқа адамдар да бар, келе алмай қалып жатқан. Ауылдан адамдар бар, келе алмай қалып жатқан. Нұржамалдың Шынарға бере қойыңдар. Келіндер бар. Иә. Сондықтан бөліп берің енді. Әулие басына жатпасын, ауыр болады. Дұрыс болмаса айтып отқаным, беру керек қой, әулие басына жат болмайды деген. Ауылда үлкен жеңшеге де беру керек, насихаларға.